Армысыздар ардақтағы ағайын, сәлеметсіздер ме? Қадірменді теледидар көрермендері, күн шығылалы тәуелсіз еліміздің тағы бір жайма шоқ таңында дидарласып тұрғанымызға қуанышымыз шексіз деп, бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Ендеше экраннан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Елімізде ұлтаралық татулықты нығайту тәуелсіздік алған алғашқы жылдарынан ақ саясат дәрежесіне көтерілді. Бұл әрине жергілікті ұлт пен ұлыстардың арасындағы туыстық және сыйластық байланыстардың жандануына қызмет етуде. Mana oxirgi yillarda aynan millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha juda katta tizimli ishlar, o'zgarishlar amalga oshirdi. Bir so'z bilan aytganda, jahon hamjamiyatida O'zbekistonning aynan mana shu sohada o'ziga xos tizim yaratilganligini aytib o'tish kerak. Bu so'nggi yillarda aynan millatlararo munosabatlar sohasida davlatimiz rahbari tomonidan 80 dan ortiq normativ huquqiy hujjatlarni qabul qilinganligi va xalqaro hamjamiyat oldida o'ziga xos imijga ega ekanligi bu butun xorijiy ekspertlar tomonidan baholanmoqda. Mana kuni kecha aytib o'tish kerak, aniqrog'i 2025-yil 19-martda davlatimiz rahbarining 52-sonli farmoni qabul qilindi va ushbu farmonni ijrosi bo'yicha 115-qaror ham qabul qilindi. Bundan maqsad aynan O'zbekiston Respublikasida millatlararo munosabatlar sohasida bir so'z bilan aytganda umummilliy birdamlikni ta'minlash va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha alohida respublika ijro etuvchi hokimiyat organi maqomi berilgan bir davlat idorasi tashkil etildi. Bu bir so'z bilan aytganda bugungi kunda hamjihatlik, jamiyatda millatlararo totuvlik, birdamlik va qolaversa bag'rikenglikni mustahkamlashda aynan mana shu respublika ijro etuvchi organini oldida qator ustuvor vazifalar qo'yilganligi beriladi. Bu farmonni qabul qilinganligi bir so'z bilan aytganda aynan mana shu sohada tubdan isloh qilinganligini ko'rsatadi. Соңғы жылдары Қазақстан мен Өзбекстанның арасындағы достық арқаулары бұрынғыдан да нығайып, ғасырлар сынында сүрленген бауырлас халықтардың ынтымақтастық байланыстарының жаңа сарыны старт алды десек, әсте қателеспейміз. Біздің өткізіп атқан барлық мәдени іс-шаралар, мәріфи іс-шаралар, сонымен бірге мынау саяси және қоғамдық іс-шаралардың барлығы екі мемлекет арасындағы, екі халық арасындағы байланыстарны дамытуға үлкен септігін қосып отыр. Бұл дегеніміз, міне осыны біз құрметпен айта аламыз. Өткен жылы 8 тамыз күні Астананың төрінде Мір Әлишер Науайының үлкен бір хайкалын, ескерткішін ашылғанның өзі қазір халықтың арасында бір жақсы ниеттерді, сөздерді болып атқанын көріп отырмыз. Ал сонымен бірге міне Отырар қаласында міне өткен жылы Арыстанбаб кесенесінің қасында Сайыпқыран Әмір Темірге бір кешен, мемориал кешенін ашып берді. Міне осының барлығы жақсылыққа алып келіп жатыр. Сондықтан да біз міне Қазақстан өзбектері достық қауымдастығы, сонымен бірге мен сол халықаралық Әмір Темір қорының Қазақстан Республикасындағы бөлімі төрағасы ретінде осы барды келділерін жақсартып, екі халықты, яғни ет пен тырнақтай болып кеткен халықты тағы да мәдениетін дамытуға, олардың салт дәстүрлерін дамытуға ағайынды екендігіне біз алып келуіміз керек. Бұл менің алдыма қойған міндетім. Мені көріп тұрсыздар, менің көксімде Өзбекстан Республикасы президентінің парманымен алынған достық ордені. Бұл деген сөз маған тағы бір рет үлкен зіммәмә жүк. Бұл екі елді арасын бірдей ұстап, жіпті жақсы байлап, бұны нығайту достықты. Мемлекетіміздегі барлық ұлттардың ұлттық құндылығын құрметтеу заңды түрде нығайтылып, олардың салт дәстүр және әдет ғұрпын дәріптеуге, насихаттауға, тіпті ана тілін сақтап дамытуға қажетті жағдай жаратылған.
Өзбекстан Республикасында 361 мектебimiz қазақ тілінде алып барып жатыр. Олардың бәріне біз мән беріп, олардың оқулықтарына дейін қарап жатырмыз. Қазақстан отандастар қорына да рахмет. Осы Өзбекстандағы жасап жатқан қазақтарға қамқорлық жасап, бишілер тобын, домбырашылар тобын ұйымдастырып, оларды еңбек ақысын төлеп тұрғанына да өз ризашылығымызды білдірмекшіміз. Қолдан келген барлық жәрдемін аямай жатыр. Кітап шығаруда, Али Мәжілістің қаулысымен гранттар беріп жатыр. Бүгін күнде мұны ақырғы 8 жылдың ішінде біз 37 түрлі кітап шығарып, соны мектептерге тараттып отырмыз. Қазақ тілінде. Өзбектің үлкен ақын жазушыларында қазақ тіліне аударма жасап, балдарымыз ана тілінде оқыса, жүрегіне жетіп барар мекен деген ниетте жұмыс атқарып жатырмыз. Өткен ғасырдың алғашқы ширегінде бой көтерген бұл киелі қара шаңырақтан осы уақытқа дейін бірнеше академиктер, ғылым докторлары мен кандидаттары, сондай-ақ өз саласының білгір мамандары білімлерінен сусындады. Қазірде қазақ балалары өз ана тілінде білім алатын бұл мектеп қазірде заман талабына толықтай жауап береді. Бірінші қандай бөлігі? Бүтін бөлігі. Қайсы пішінде жарты бөлігі берілген? Тәтті, төрттен бір бөлікке бөлінген. Мектебіміз 1924 жылы негіз салынған. Мектебімізде негізгі оқу пәндерімен қосымша үйірме жұмыстары да барлық нелер толық ұйымдастырылған. Бұл мектеп қазақ тілінде білім алады. Негеден Қыбырайда мына қазір уақытты білесіздер, 6 мектебіміз бар, толық қазақ тілінде оқытылады. Соның бірі 9 санды мектеп. Мемлекеттің президенті өте үлкен рахмет айту керек. Мына 7 тілде мектепті ашылған. Соның бірі қазақ тілінде біздің мектеп. Қала берсе осындай 7 тілде мектептер оқылып жатыр. Бұл республикамыз бойынша. Оқулық мәселесі бойынша айтқан болсақ, кітаптар толық жеткілікті. Толық өзімізде аударылып, пәндердің бәрі үйретіліп жатыр. Еліміздегі мектептер 7 тілде білім беріледі. Өзбек, орыс, тәжік, түркмен, қарақалпақ, қырғыз ұлттарының қатарында қазақ балалары да өз ана тілінде білім алып жүр. Айта кетерлік бір жайт, оқу жылының 3-ші тоқсанынан бастап үкіметтің арнайы тапсырмасы негізінде әр ұлт балалары өздерінің ұлттық киімдерін киіп мектептерге келіп жүр. Өткен жылы Жадыгерова Гаухар деген қызымыз 5-ші қыздар тобын ұйымдастырды. Қазір күнде бір 20-дан аса оқушыларымыз бар. Бұл қыздың еңбегі өте жоғары бағаланып отыр. Түрлі мектепте болатын үйірме жұмыстар бола ма, көркем несін бәрін сол апайдың қолында болады. Мен өте қуаныштымын. Бұл қызымыз барлық ұлттық ойындарды үйретеді. Қазір өскелең ұрпақ мектептерді жалпы орта білім алумен қатар тұрақты жұмыс жасайтын үйірмелерге де қатысып, бойындағы қабілеті мен дарынын дамытуда. Қыбырай ауданындағы 9-шы жалпы орта білім беретін мектепте би үйірмесі ұйымдастырылғаны қашан. Гаухар Жадыгерова басшылық ететін аталмыш үйірмеде қазақтың қаракөз қыздары түрлі ұлттардың билерін нақышына келтіре мың бұрала билеп жүр. Радио телевидениеде ұйғыр ансамблі құрылған, шunda bir 30-40 адам bo'lgan, ularning orasida yosh qizlar, raqqosalar, ashulachilar juda ham ko'p edik. Endi shularning orasida Gavhar qizim bo'lgan. Bu Gavhar qizim o'zi qozoqcha bo'lsa ham, shu uyg'ur raqsiga qiziqib, menga shogirdlikka kelgan. Undagi talant, undagi bir chiroyli tabassum meni o'ziga tortgan. Endi Gavharninki mana tanavar, munojat, uyg'ur raqslari, hamma raqslarni juda qoyillatib o'ynab, meni juda ham bir xursand qilib kelgan. Hozir mana o'zi maktabda yosh qizlarni tarbiyalab o'stiryapti. Ular mana katta festivallarga chiqishdi, konkurslarga borishdi, juda ham oliy o'rinlarni egallab, hozir juda ham qizg'in mehnat qilyapti. Men ko'rib har doim xursand bo'laman. Gavharga omad tilayman. O'zidagi bor talantni yoshlarga o'rgatib, xalqimizni xushnud qiladi degan umiddaman.
би өнеріне жас кезімнен кіріп келгенмін. Би өнеріне жас кезімде өзі қызығатын болғанмын. Сол мына мәдениет институтын бітіргеннен кейін ұйғыр ансамбліне іске кіргенмін. Ұйғыр ансамблінде менің ұстазым Райхан Ашимова болады. Ол жерде мен көп ұйғыр билерінің сырларын үйренгенмін. Маған ұйғыр билері өте ұнайды. Ұйғыр ансамблі Мұхиддин Қарияқұлов намындағы еді. Содан кейін мен Өзбекстан ансамблі, қазіргі пәйтте Шадлик ансамблінде істегенмін. Өзбекстан халық артисті Қадыр Моминов мен ұстазым болған. 25 жыл ансамбльде істеп, міне зейнетке шыққанбыз. Қазіргі күнде міне жас балдармен, осы қыздармен би өнерін осы қыздарға үйретіп жүрмін. Әдемі жүрулері үшін, өздерінің әдемі тұтулары үшін, денсаулық үшін қыздарға осы би өнері өте керек. Қыздармен осы концерттерге, конкурстарға барған кезімізде осы қыздармен осы ата-аналары келіп маған жәрдем береді. Қыздарымыз Наурыз мерекесінде, Мұстақылық мерекесінде қазір міне үлкен конкурстар болып жатыр. Сол конкурстарда біз бас жүлделерді алып, қыздарымыз танылып қалды. Көбінше біз қазір көбірек өзіміздің қазақ биін осы қыздарымызға үйретуге әрекет істеп жатырмын. Бүгінгі біздің Нұрай Артпес халықаралық көп жанрлы байқауымызда топ жарып, гран-при иегері атанып, Дубай еліне жолдаманы қанжылаған Гаухар би тобы Қаражанға құрметтеп қояйық. Жеңістеріңіз құтты болсын, алар асуларыңыз көп болсын. Құрметтеп қошеметтеп қояйық. Гран-при иегері Гаухар би тобы. Сонымен қатар Дубай еліне жолдамасы бар. Сіздерді Дубай елінде асыға күтетін боламыз. Соңғы жылдары елімізде қазақтың ұлттық тағамы ет трендте. Ташкент төрінен басқа ауылдық жерлерде де арнайы отау тігіліп, ол жерде жайылған ақ дастарханға табиғи ет тамағымыз тартылуда. Қыбырайлық іскер ағайындар домалатып жүрген кәсіп жергілікті халық үшін де, қазақтар үшін де зор мақтаныш. Қазір қазақтың ұлттық құндылығы насихатталып жатқан бәйтерек асханасына шет елдерден де арнайы келушілер бар. Бұл өз кезегінде ішкі туризмнің дамуына зор септігін тигізеді. Қамырды біз еттің сорпасына илейміз, арнайы. Қамыр өте дәмді болады. Сосын
еттің сорпасы салынады. Сол үшін дәна-дәна болады, сап-сары әдемі шығады. Қамырды сол еттің сорпасына илеп аламыз. Қамырды илеп болған соң 10-15 минутқа тындырамыз. Зола қылып тындырып қоямыз. Оны 10-15 минут тындырған соң қамырды әдемілеп жаямыз оқтаймен. Қамырды алған соң зердегін саламыз. Өзінің еттің майы, пиязыменен, қазының, еттің майларымен. Сосын еттерін қоямыз үстіне. Міне қазақтың ұлттық ет тағамы дайын болды. Ағайын, көзді ашып жұмғанша қоштасар сәтте таяп қалды. Ендеше көріскенше күн жақсы. Аспанымыз әрқашан ашық, күніміз қашанда шуақты болсын. Қанеки